Бүгінгі таңғы асқа үлпілдек омлет дайындаймыз. Ол үшін 300 мл сүтке 6 жұмыртқа саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. 30 секундтай жеңіл ғана араластырамыз, қатты араластырмаңыздар. Енді осыған 50 грамм үкіштен өткізілген ірімшік саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Кішкентай формаға омлетті құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минуттай пісіреміз. Осы жерде мен есіме бір түскені, формаға сарымай жағуды ұмытып кетіппін. Жабыс қала ма деп қорықтым, бірақ түкте жабыспапты. Форма өзі керамикалық форма болғаннан ба, өте керемет болып шықты. Мінекей достар, сіздер де жасап көріңіздер. Осындай керемет үлпілдек, биік болып шығады. Дәмі өте керемет.